Чоқан Валиханов бізді 1856 жылы болған. Жазып кеткен Чуварағач едва ли не самое лучшее место в юго-восточной части степи деп. Жетісудың бар байлығын осы бізге бергендей деп ойлаймын. Суы да бар, көлі де бар, орман шаруашылығы да бар. Лепсі филиалында 8 туристік маршрут бар. Оның ішінде атап айтатын болсақ Жасылкөл, Қарбушка әсемдігі, Тұқымбақ, осыларға жиі келеді. Былтырға қарағанда туристер саны артты. Былтыр 1500 адам келсе, биыл туристік маршрут ашылғалы бері 1200 адам келді. Біздің ауылымыз ерте заманнан бері бал өндірумен айналысады. Сол үшін 2016 жылы бал заводымыз ашылды осы жерде. Органик сертификаты бар. Сол үшін біз Европа, шығыс мемлекеттерге балды экспортқа шығарамыз. Халықтың саны көбейді. Бұрынғыдай емес, көшіп кетіп, жер аударатындар азайды. Сондықтан келетін адамдардың саны көбейіп жатыр. Менің бұл лагерьдегі әсерім өте ерекше болды. Маған осы жақтың таулары және ағаштары өте керемет ұнады.